Сәлем достар, бүгін сіздермен бюджетный қалтаға қонымды арзан торт рецептісімен бөлісемін. Торттың өзі жұмсақ, дәмді және тез жасалатын болады. Ең алдымен сары майды үккіштен өткізіп, ұнға араластырып, крошка жасап аламыз. Жасалынған крошканың үстіне қантты себеміз, сарыуыз саламыз. Сарыуыздан кейін соданың үстіне бір қасық уксусты құйып, өшіріп алып, сол саламыз. Бәрін бірге араластырып, бір келгі қамыр илейміз. Қамырымызды теңдей бөлікке салып, салфанға салып, тоңазытқышқа 15 минутқа салып қоясыз. Және де үстіп бір формаға келтіріп, противень үстіне жаямыз. Тестоның бетіне салмасын дайындаймыз. Жұмыртқаның ақуызына шым, тұз, лимон шырыны, қантты бөліктерге бөліп бірден салып жібермеңіз. Араластырып, осындай массаға келтіріп аламыз. Келтірілген массаны 3 тестоның бетіне теңдей қылып салып, қасықпен бір келкі етіп жаямыз. Және де өз қалауыңызбен жаңғақ, я болмаса миндаль сепсеңіз болады. Пешке 180 градуста 20 минут, я болмаса осылай қызарғанша пісіріп аласыз. Бұл уақыт аралығында кремін дайындаймыз. Бөлме температурасына еріп тұрған сары майды алып, осындай ағарғанша миксерлейміз. Біртіндеп вареная сгущенканы қасықпен бөліп салып, енді осындай видеотағыдай кейіпке келтіреміз. Корждардың арасына жағып, тортты жинаймыз. Ас болсын, тоңазытқышта ұстап, қонақтарыңызға бере берсеңіз болады.